Фильм 2008 жылы шыққан фильм, шынайы өмірден алып түсірілген фильм. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауды баса кетейік. 1918 жыл, бірінші дүниежүзілік соғыс басталар алды. Ақ әскерлер қызыл әскерлерден тірі қалғандарын қуып келеді. Қыздың есімі Марин, ол қыздар қолбасшысы. Қызыл әскер Финляндияны тастап, шекарадан өтіп бара жатқанда жолдары болмай қалады. Оларды сырттан ақ әскерлер тұзақ жасап күтіп алып, атыс басталып кетеді. Содан олардың оқтары бітіп, тұтқынға беріледі. Тұтқынға түскендерді өз штабтарында подвалға қамап қояды. Жеңіске жеткен іскерлер тойлатып жатыр. Мариннің қасына бір әйел келіп, ұлының суретін беріп, бір жағдай болып қалса ұлына баруын өтінеді. Сол кезде подвалдан іскерлер келіп қыздарды жоғарыға алып кетеді. Олар қыздарды өз ниеттеріне пайдалануда. Маринді қолбасшылары өз бөлмесіне алып кетеді. Солай қызды қолданып болғаннан кейін басқа әскерлерге де береді. Солай қыздар кезекке салынып кетеді. Келесі күні тұтқындарды далаға алып барады. Сержант әйелдерді жіберген сияқты кейіп білдіріп бұйрық береді. Жас әскер оған қарсылық білдіріп, сотқа беру керек дейді. Бірақ басшылары оны тыңдамай тез кетуін бұйырады. Бәрі орманға қаша бастайды. Басшысы артынан оқ атуға бұйрық береді. Марин құрбысы екеуі қашып бара жатқанда, артынан құрбысына оқ тиіп, өзі астында қалып қалады. Барын атып тастаған соң, бастықтары іскерлерін қайта артқа қайтатынын айтады. Жалғыз әскер қалып, қыздардың біреуі қозғалып жатқанын байқап қасына барады. Сол сәтте Марин артынан ұрып құлатып қаша жөнеледі. Жігіт есін жинай салып, қыздың артынан жүгіре бастайды. Ол қызды қуып жетіп, қызды тұтқынға алады. Солай қызды бастығының алдына қайта алып барады. Бастығы неге әлі қыз тірі деп ашуға салынады. Жігіт қызды трибуналға апарам деп өз ойынан қайтпайды. Солай жігіт кішкентай қайғы арқылы қалаға қарай бет алады. Жүзіп келе, жігіт қызбен сөз тарта бастайды. Бірақ қыз өз есімінде айтқысы жоқ. Жігіт апара жатқан судья жайлы айта бастайды. Ол адамгершілігі мол, білімді азамат дейді. Егер қыз қылмысқа бармай, өзін кінәсіз екенін дәлелдесе, бостандық алады. Сол сәтте қыз темекі сұрайды. Жігіт темекі берерде, қыз жігітті ұрып қашуға тырысады. Қыз солай мылтыққа таласып, қайықты тесіп жібереді. Қайық батып, екеуі жағаға шығып алады. Екеуі солай белгісіз аралда қалып қойды. Жігіт тастанды үйді тауып, қызды сол жаққа апарады. Қыз суыққа шыдамай ауырып қалады. Жігіт солай қызға қамқор болуға тура келеді. Арада талай уақыттар өтіп, қыз есін жияды. Қыз жігіттің қолындағы балтаны алып, оны өлтірмек болады. Бірақ өз ойынан қайтып далаға шығады. Ол жігітті азғызу үшін денесін ашып, анық жігітке ой тастайды. Ал жігіт ол араңдатушылыққа көнбей, өз ойынан қайтпайды. Бірақ кешке жігіт қыздың қасына келіп, ерінен сүйе бастайды. Содан махаббатпен айналса. Таңертең оларға бір қайық үсіп келе жатқанын байқап, тез-тез қызға жиналуын бұйырады. Солай жігіт қызды кемеге отырғызып атқан мекен жайға алып келеді. Жігітті кешіккен үшін ұрсып, кешке оларды кешкі асқа шақырады. Кешке олар шарап ішіп тамақтанады. Жігіт сол кезде судьяны адал емес екенін біліп қояды. Судья тұтқындарды қатал ұстау керек, және қарсыластарды аямау керек деп айтады. Келесі күні тұтқындарды тізіп атып тастады. Содан Мариннің қасына келіп, сұраққа тарта бастайды. Бірақ қыз ештеңе айтпайды. Бұған Халенберг ашуланып қызды ұра бастайды. Шыққан соң жігітке Халенберг қызды әлі тергеу керек дейді, ал қыз жігіттен үміт күтуде. Біраздан кейін жігіт Маринге барып, өз бөлімшесіне қайту керек деп айтады. Қыз жігітке жақындап, құрбысы берген суретті береді, баланың жағдайын білуді өтінеді. Сол сәтте Халенберг арнайы тесік арқылы бәрін естіп тұр. Солай жігіт қызбен қоштасып, өз лагеріне қарай жол тартады. Жарты жолда Марин айтқан мекен жайға келіп жанағы баланы іздеп келеді. Бала ауыр жұмыс істеп жатыр екен. Жігіт өзімен бірге баланы алып кетіп, балалар үйіне тапсырады. Жігіт Маринді есінен шығара алмайды. Ол қызды ұнатып қалғанын түсініп, қызды құтқаруды шешеді. Ал Халенберг болса, қызға су беріп, жуынып алуды бұйырады. Ал Халенберг жалаңаш қыздарды тамашалау ауруы бар екен.
Оны қыз байқап қалып, керісінше Халленбергті қоздыра бастайды. Кешке қызға сұрақ жауап алуға шақырады. Марин өзі іс-әрекеттер жасай бастайды. Судьяға бұл ұнамай, қызды итеріп жібереді. Арада біраз уақыт өтіп, жігіт Халленбергтің базасына жетіп келеді. Жігіт Халленбергтің қасына келеді, ол әйелімен түскі ас ішіп отырген. Ол жігітке өз әйелін таныстырады. Және үшеуі кешке дейін көлікпен қыдырып, шарап ішеді. Кешке тағы дебат ұйымдастырып, шарап ішеді. Халленберг масайып қалды. Әйелінің көзі жігітте. Халленберг жуынуға кеткенде, әйелі Ароға келіп, үстінен киімін шешіп тастайды. Жігіт шыдамай екеуі жыныстық қатынасқа түседі. Шыға берісте алдынан Халленберг келіп қалады. Ол бәрін түсінсе де ешқандай ой танытпайды. Келесі күні Аро Халленбергтен қыздың жағдайын сұрайды. Халленберг қыздың қасына жігітті жібереді. Қыз оны көріп қуанып кетеді. Жауап алу кезінде өзін әскер емес деп айтады. Ал суреттігі бала өзінікі деп дейді. Судья келген кезді Марин жігіттің кеңесіне құлақ аспайды. Өзін жауынгермін деп бар күнәні мойнына алады. Солай қызды өлім жазасына қияды. Жігіт ашуға салынып, неге олай айттың дегенде. Қыз біздің сөзімізді сыртынан аңдып тұрған деп айтады. Оларда аңдып тұрғанын білген Аро бір шешім қабылдау керек екенін түсінеді. Ол соңғы мүмкіндігі екенін біліп, судьяға барады. Сөйлесіп отырып, оның шынайы жауабын күтеді. Жігіт барлық сұрақтарына нақты жауап беріп отырады. Халленберг жігітті биге шақырып, бір өтінішімді орындасаң қызды жіберем дейді. Жігіт айтқанын істейді. Халленберг мылтығын беріп қызды алып кетуін бұйырады. Қызы босатып алып шекараға бет бұрады. Артынан сол кезде Ароның бұрынғы бастығы артынан келіп, іздеу салады. Оларды сақшы қалай кеткенін айтып қояды. Артынан солай іздеу салады. Жігіт қызды киіндіріп, мылтығын береді. Қыз жігітті өзімен бірге жүруін сұрайды. Жігіт жоқ, соғыс біткеннен кейін іздеп табамын деп айтады. Аро қуғындарды байқап, қызға қашуын сұрайды. Жігіт сарбаздарға судья оны босатты деп айтады. Бірақ оған бастығы сенбейді. Артынан қуғыншы атпен шауып қылышын көтергенде, Аро мылтықпен атып құлатады. Бірақ Ароға да артынан атып жібереді. Ароның денесін Халленбергке алып келеді. Халленберг оны көтере алмай өзін дарға асып өледі. Қыз балалар үйіне баланы алып кетуге келеді. Және Арадан қыз жүкті екен. Және фильм сол кезде өз соңына жетеді. Достар, фильм жайлы өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпайық.